Қайырлы күн, балалар, қалдарыңыз қалай? Тестіміздің талдауын жалғастыратын боламыз. 20-ші есепке дейін талдап көрсеттім. Енді ары қарай жалғастырамыз, балалар. Оқушылар әуелі қазақ тобы үшін қазақ тілінде, ал одан кейін орыс тілінде түсіндіруге әрекет жасаймын. Мұқият тыңдап, әрбір есепті 2 реттен жазып, паузаға қойып, менің қалай орындап жатқаныма мән беріп, өзіміздің қай жерде қателескенімізді есімізге түсіріп, солай қараймыз тестке. Жарай ма, балалар? Ал дайын болсақ, бастаймыз, оқушылар. Есептеңіз. Есептеу керекпіз. 21-ші сұрақ. Так, балалар, бұл бізде модульге байланысты есептеу. Мына жерде модуліміз ашылған және жабылған. Мына жерде ашылған және жабылған. Демек, -0,8 модуль ішінде, ол болады бізде +0,8. -6 модуль ішінде болады 6. Мына жерде көбейту бар екен, ұмытпайық. Ал жалғастырамыз. 5 көбейту 0,8 қосылған 0,7 көбейту 6. 0,8-ге 5 ол не болады бізде? 4. 0,7-ге 6 көбейту 4-те 2. Жауап 8,2. Дұрыс вариант бізде Б. Так, ребята, читаем условия. Найдите значение выражения. Так, это у нас пример, касающийся на тему модуль. Из модуля здесь выходит у нас 0,8 с плюсом. Знаем, да, что вот это модуль у нас фильтр. Из модуля выходит либо плюс, либо 0. Отрицательный не выходит. А здесь тоже в модуле -6 дает нам +6. Между ними есть умножение, ребята. Так, умножаем, и эти ответы прибавляем. Получается 8,2. Теперь, ребята, поставляем на паузу и пишем 2 раза. Так, а мы переходим к следующему вопросу. У нас какой был? 23. Нет, 22, извиняюсь. 22. Там у нас оказывается, что упростите выражение. Должны упростить выражение. Балалар, 22-ші есеп өрнекті ықшамдаймыз. Ықшамдау үшін жақшаны ашамыз, міндетті түрде. Екінші жақшамызды ашамыз. Осылайша біз ары қарай есебімізді ықшамдаймыз. 0,175 көбейту керек біз 6-ға. Ол бізде береді 4,5 және қасында x бар. 6-ны -2-ге көбейтсем, ол маған береді -12. Бірінші жақшаны ашып болдым, екінші жақша. -1,5-ды 2-ге көбейтсем, ол болады -3. -1,5-ды -x-ге көбейтсем, болады +1,5x. Ал x-тарды жинақтаймын. 4,5x қосылған 1,5x, ол болады 6x. -12 -3 болады, бізге ол -15. Өйткені қарыз, екеуі бірге нені береді? -15. Дұрыс жауап Б вариант, 6x -15. 22 пример у нас упростить выражение. Конечно, мы раскрываем сперва скобочки. Вторую тоже раскрываем. Вот, раскрыли, ребята. Обращаем внимание на вот эти знаки, где они умножаются и как изменяется. А потом собрали бро. 4,5х прибавили к 1,5х, это 6х у нас. А потом -12 -3, это -15. Правильный ответ у нас Б. Так, поставляем на паузу. Ставьте на паузу и пишем, ребята. Жалғастырамыз. 23-ші есеп, ол бізде теңдеу. Міндетті түрде не істеп аламыз? Тағы да жақшаны ашып аламыз. Біздің ескеретін жайт бұл жерде -9,1 балалар. Ол жақшаның ішінде емес, жақшаның сыртында. Сол үшін бұл көбейтілмейді, өз қалпында жазамыз. 3 жердегі 4, 12x минус 3-ке көбейтсем 6,9,
және минус 9,1 тең минус 4-ті минус 12-ке көбейтсем болады плюс 4,8 минус 4-ті плюс x-ке көбейтсем минус 4x. Ал енді ағайындар жинаймын. Минус 4x-ті мен мына жаққа өткізгім келіп тұр. 12x қосылған 4x тең. Енді санды жазам. 4,8 қалды оң жақта. Және 9,1-іміз плюспен, 6,9-іміз плюспен ауысады. 12x қосылған 4x ол бізде 16x. Балалар. Енді бер жақтан есептейміз. Бізде 4,8-ді қосу керекпіз 9,1-ге және 6,9-ға. Болады бізде ол 20,8. Мына жерде көбейту бар екен ұмытпаймыз. 20,8-ді бөлеміз 16-ға. Бізде бұл береді 1,3-ті. Дұрыс жауап бізде Д, балалар. Д нұсқасы бізде дұрыс. Видеоны паузаға қоямыз. 2 рет жазамыз. Ал келесі есеп бізде 24-ші. Балалар, бұл түрдегі есеп бізде тестте алғаш рет беріліп тұр. Мұқият жақсап қарап аламыз. Және келесі жолы міндетті түрде осыған ұқсас есептер келеді. Есептің шарты бойынша x бөлу y-ті табу керекпіз. Не только просто x-тің мәні, y-тің мәні, ал олардың бір-біріне болған қатынасын табу керекпіз. Енді бізге ыңғайлы болу үшін міндетті түрде есептің несеміз түрін өзгертеміз. Балалар, біз бөлу көрген жерімізде оны көбейтуге ауыстыруымыз шарт. Егер бөлшек болса. 5/14 y көбейту деп жазам. 18 білеміз, орын ауысып түседі. 18 үстіне, ал 5 астына. Тең 40x, оның астында 1 бар екен білеміз. Көбейту 36 үстіне, ал 10 астына. Ал 5 пен 5-ті қысқартамыз. Пропорцияның қасиеті бойынша 18 бен 36-ны қысқарта аламын. 2 мен 10-ды қысқарта аламын. Ал ары қарай 40 пен 5-ті қысқарта аламын. 8. Ал бер жақта бізде әзірге қалды не? Енді балалар қалған нәрсені жазам. Y бөлу 14 сол жағымда. Ал оң жақта бізде қанша ол? 8 және не бар? X бар. Балалар, астында 1 бар. Жазбасақ та болады, жазсақ та болады. Енді балалар, мына нәрсені түсіндіріп өтейін. Егер 1 бөлу 2 y деп тұрса, ол не деген сөз? Мына y жоғарыға тиесілі. Y бөлу 2. Ал егер де 1 бөлу 2 y деп тұрса, ол y қай жерге тиесілі? Астына бөліміне тиесілі. Ал мынаны жалғастырамыз. Осы жерден біз x табайық. Мына жерде көбейту бар. Бізде бұл нені береді? Балалар, x-іміз тең болады. Біз мына көбейту 8-ді бөлу ғып ауыстырайық. Балалар. Немесе бұлай жасауымызға болады. Біз бұл жерден x-ті емес, керісінше y-ті тауымызға да болады. Қалайша? Бір-біріне қарама қарсы көбейту арқылы. Y-ті 1-ге көбейтем 1, 14-ті 8-ге көбейтемін. Қанша бізде? 112. Балалар, 112. Және қасында не бар? X бар. Y-ті тауып алдық, енді орнына қоямыз. Маған табу керек x бөлу y-ті. Тең, x-тің мәні менде жоқ, y-тің мәні менде бар. Y-тің орнына 112x. X пен x-ті қысқартамыз, балалар. Қалады, үстінде 1 бар. 112-нің өзін белгілеп қоймаймыз. 1 бөлу 112. Дұрыс жауап бізде Д нұсқасы. Балалар. Паузаға қойып, есепті 2 рет жазамыз. Ал жалғастырамыз.
25-ші сұрақ. 6-ның астында 1 бар екен, ұмытпайық. Ортақ бөлім 6. Балалар, 6-ны көріп 1-ден бермейміз, ал 1-ге қарап 6-тан береміз. Так, 2-ні біз неден береміз? 3-тен береміз. Тоже 3-тен береміз, ал 3 болғандықтан 2-ден береміз. Ортақ бөлім 6 болғандықтан. Ал енді бөлімдер бізге керек емес, алымдарын есептейміз. 36 азайту. Қараңыздар, түсінікті болу үшін мен бұлай жазайын балалар. -3 көбейту 3 минус x. Шатаспау үшін, түсінікті болу үшін жазып жатырмын. Ары қарай 3 көбейту x минус 1 плюс 2 көбейту x минус 2. Ал жақшаны ашамыз. 36-ға теспейміз балалар, минус 3-ті көбейтем жақшаға. Минус 9 көбейтсем, минус плюс 3x тең 3x минус 3 плюс 2x минус 4. Ал жинақтаймыз сандарды. Жазамыз. Ортада бізде тең 3x қосу 2x. 3x қосу 2x және плюс 3-іміз неға минус 3x болып ауысады. Ал сандар 36 азайту 9 және қосылған 3 қосылған 4. Балалар, минус 3 пен плюс 3-ті жоямыз. Қалады бізде 2x тең, мына жақта бізде 39 азайту 36 азайту 9 және оған қосылған бізде 7 болады 34. Так, балалар, енді бұл жерден біз не істеуіміз керек? Біз 2-ге бөлеміз. Балалар, x-іміз тең болады 17-ге. 17 бізде с нұсқасы балалар. Есепті мен қазір маған кедергі жасайтын жерін өшіремін. Сол үшін 2 рет паузаға қойып жазуды ұмытпаймыз. Біз сіздермен қазір 26-шы есепке келдік балалар. 26-шы есепте бізде қандай? Теңсіздік. Неравенство. Решаем неравенство. Так, ребята, как решали уравнение, так и решаем неравенство. Сперва раскрываем скобку. Минус 3 умноженное на x минус 3x. Минус 3 умноженное на минус 2 это плюс 6. И еще плюс 3. А вот правая часть, не изменяя, пишем, ребята. Дальше должны собрать про. Я хочу вот это минус 3х перевести сюда. Получится 2х плюс 3х. У нас останется 6 на 3 – 9, а минус 12 переходит с плюсом. Плюс. Это у нас 5х, это у нас 11. Х больше 4,2. Х у нас как? Х у нас больше. Х больше, чем 4,2. Вот, правильный ответ у нас вариант Д. Так, продолжаем, ребята. Следующий вопрос у нас 27. Сколько существует двузначных чисел, кратных на 9, но не кратных на 27? 9-ға бөлінетін, бірақ 27-ге бөлінбейтін екі таңбалы сандар. Смотрите, 9-ға бөліну керек, ал 27-ге
бөлінбеу керек. Должно делиться на 9, а на 27 нет. Еще они должны, какие числа? Двузначные. Екі таңбалы. Екі таңбалылар бізде 10-нан бастап 99-ға дейін. От 10 до 99. Это какие называются? Двузначные, ребята, двузначные. Так, давайте сперва, ребята, с вами напишем все двузначные, которые делящиеся на 9. 9-ға бөлінетін барлық екі таңбалы сандарды жазып алайық. 18, 20, 27, 36, 45, 54, 63, так, 72, 81, 90-ның өзі және 99. Балалар. Ал 20, мұнан бәр 9-ға бөлінеді, бірақ маған қандай болу керек? 27-ге бөлінбейтін болу керек. Мысалы, 18 27-ге бөлінбейді, бұл сан бізде қалады. 27 27-ге бөлінеді, бұл керек емес. 36 қалады, 45 қалады, 54-ті өшіреміз. 63 бөліне ма, бөлінбей ма? 27-ге тексеріп жатырмыз ба, балалар, өзімізде? Демек, 63 бөлінбейді, сол үшін қалады. 72 тоже бөлінбейді, сол үшін қалады. 81 бөлінеді, өшіреміз. 90 бөлінбейді, 99 бөлінбейді. Балалар. Ал енді 9-ға бөлініп 27-ге бөлінбейтін сандарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қанша екен бұлар? 7. Так, демек 27-ші есептің жауабы бізде болады. 27. Дұрыс жасадық па? Қате кеткен жоқпыз ба? Так, қай жерде қате кеттік? 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99. Так, 9-ға бөлінеді, 27-ге бөлінбейді. 27-ге бұл бөлінеді, бөлінбейді. Мұна бөлінетін өшірдік біз. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сан. 7 сан. Қателік өте жоқ сияқты. Жақсылап өздеріңізге тексеріп шығыңыздар. Так, балалар. Жақсы, демек бізде олар қанша болды? 7 болды. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Келесі 28-ші есеп. Есептің шартын жақсылап оқимыз, балалар. Келесі есеп бізде 28-ші теңдеулер жүйесін шешеміз. Система уравнений. Так, ребята, здесь тоже обращаем внимание на условия. Смотрите. У нас что? Спрашивают значение x плюс y. Не просто x, y, а их сумму. Как мы решали систему уравнений, ребята? Смотрите, у нас здесь x под x, y под y должно стоять. У нас они не так стоят, поэтому мы меняем их местами. Предупреждаю, когда меняем места, знаки этих чисел не меняются. Первое уравнение пишем без изменений, потому что там мы ничего не изменили. А второе сперва минус x пишется, а затем плюс 3y. Равен это у нас минус 35.
Так, вот x под x, y под x, y, число под числом. Теперь я хочу привести вот эти x к нулю. Чтобы получить 0, я их прибавляю. Прибавляем 0 минус... Здесь было плюс 2, да, у нас? Да. Плюс 2 плюс 3y, это будет 5y. 10 минус 35, это будет минус 25. Там выходит у нас y равен минус 5. Теперь я хочу вот эту пятерку поставить на вот это первое уравнение. Поставляем. X плюс 2 умноженное вместо y у нас сколько? Минус 5 равен 10. X плюс минус 10 будет. Оттуда это нам дает минус. X равен 10. Это же минус, да? Но переходит плюсом. X равен 20. Вот. X 20, y у нас минус 5. Теперь нам нужно что? Сумма x и y. Вместо x 20, вместо 5 минус 5. Это дает нам минус. Отнимаю ответ 15. 28 пример у нас. Вариант А. Ответ 15. Так. Видеоны тоқтатамыз, балалар. Пауза қоямыз. 2 рет жазамыз. 29-шы есеп. Так. Не дейді? При каком значении x число 2792, и там есть еще какое-то число, делится на 6 без остатка. Значит, из вариантов вместо x должны поставить эти числа. Хорошо, ребята. Вспоминаем признак делимости на 6. Чтобы число разделилось на 6, это число обязательно должно делиться и на 2, и на 3. Признак делимости 2. В конце, соңында не болу керек? 0, 2, 4, 6, 8. То есть должно число заканчиваться на четные. Это нечетное, отпадает этот вариант. Это тоже нечетное, отпадает, пока у нас либо 4, либо 6. Теперь признак 3. Нам нужно что? Сумма цифр. Суммируем. 2 плюс 7, 9, 9 на 9, 18, это плюс 2, 20, 20, и сюда поставляем либо 4, либо 6. Если 6 поставим, это вот 26 не подходит. Значит, поставляем 4, подходит. Значит, 27 924 без остатка делится на 6. Вместо x поставили число 4, ребята. Так, продолжаем. Следующий вопрос, 30. 30-шы есеп. Бұл бізде есептеңіз депті. Қай тақырыпқа байланысты есеп еді? Бұл Гаусс әдісіне қатысты есеп, я? Гаусстың 3 қадамын есімізге түсірейік, балалар. Так, бірінші қадам, екінші және үшінші. Өзіміз жылдам 3 қадамды жазып шығамыз. Ал оған дейін мен мына жақта есепті бастай берейін. Бірінші қадам, бірінші сан қосылған екінші сан. Бұл бізде болады 960. Екінші қадам, соңғы сан азайту бірінші сан. Айырмашылыққа бөлеміз. Арасы қанша бізде? 4. Плюс 4, я, балалар? Плюс 4 арасы. Демек 4-ке бөлемін және 1-ді қосамын. Так, орындаймыз. 758-ден азайтайық 202-ні. Оны бөлуіміз керек 4-ке, балалар. Және оған қосамыз 1-ді.
болады. Бізде ол қанша? 140. Енді үшінші қадам балалар. 960 көбейту 140 бөлу формула бойынша 2. Қысқарта аламын. 70. 960-ты көбейту керекпін 70-ке. Болады 67200. Дұрыс жауап бізде Б. Гаусс әдісі есімізге түсті деп ойлаймын. Бұл ең оңай есептеріміздің бірі, балалар. Енді келесі есеп. Сколько двузначных чисел, которые делятся на 16, но не делятся на 24? Должно обязательно делиться на 16 и не должно делиться на 24. Еще они тоже какие нам нужны? Двузначные. Екі таңбалы сан керек бізге. Тек екі таңбалылар. Я, балалар, екі таңбалы. Ал 16-ға бөлінетін екі таңбалын жазамыз. 16, келесі бізде қанша? 32. Келесі ары қарай барлық 16-ға бөлінетін сандарды несеміз, балалар, жазып шығамыз. Өзі 1-ге көбейткеніміз, 2-ге көбейткеніміз, 3-ге, 4-ге көбейткеніміз, келесі 16-ны 5-ге көбейткеніміз, я, балалар. Так, 16-ны ары қарай 6-ға көбейткеніміз. Осымен мен ойымша бітеді. Ал егер біз 16-ны 7-ге көбейткен жазатын болсақ, онда ол екі таңбалы емес, қандай болып кетеді? 112 болып, 3 таңбалы болып кетеді. Бізге 3 таңбалы керек емес. Мына екі таңбалы сандар. Барлығы 16-ға бөлінеді, арасынан енді 24-ге бөлінбейтіндерін қалдырамыз. Бөлінбейді 16-ның өзі, бөлінбейді 32, 48 бөлінеді, 64 бізде 24-ке ол бізде бөлінбейді, 80-іміз бізде 24-ке бөлінбейді, онда бұны қалдырамыз. 64-те бөлінбейді, сол үшін 64-те не істеу керек, балалар? Қалу керек, қалдырамыз. Ал 96-мыз 24-ке бөлінеді, сол үшін оны өшіреміз. Так, бізде дұрыс жауап 16, 32, 64 және 80. Олар төртеу. Жауап Б. Балалар, 4 сан. Ары қарай жалғастырамыз. 32-ші есеп. Так, теңсіздік, бірақ бөлшек түрдегісі. Бөлшек болса не істейміз? Ортақ бөлімге келтіреміз. Мына жаққа 4-тен берем, мына жаққа 7-тен берем. Асты керек емес, тек үстімен жұмыс жасаймын. Так, жазамыз. 4х плюс 8 үлкен 7х, мына жерде бізде 7х минус 49. Ал әріпті x барды оңға, санды сол жаққа өткізем. Демек 8 минус 49 қосу 49 өтеді. 7х азайту 4х. X-тарды азайтсам 3х. Мына екеу болады бізде қанша? 49-ды қосу керек біз 8-ге, балалар. Әрине бұл 57. X тең бөлетін болсақ қаншаны аламыз? 19. Я, балалар. Бұндай жауап бізде бар ма? Бар. Б нұсқасы. Так, это было у нас дробное уравнение, ребята. Так как там есть знаменатель, поэтому привели к общему знаменателю. По 4 дали, по 7. И таким образом умножали, собрали бро. И у нас x. Ребята, вот, смотрите. Здесь у нас, я что-то забыла вам сказать. X меньше 19. Правильно наш ответ?
наш ответ пока что такой. Так, мне нужно сколько? 19, да? Вот, 19. Х меньше, значит, направляется куда? Налево. Наш ответ находится между минус бесконечностью до 19. У 19 будет какая скобка? Скобка будет квадратная, ребята. Это будем мы закрашивать. Смотрите, я что пропустила? Условие не прочитала. Найдите наибольшее целое решение неравенства. Самое наибольшее целое решение это у нас 19. Ребята, теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімі біздегі ол қанша? 19. 32-ші есебіміздің жауабы бізде Б, балалар. Так, бізде Б. Егерде бізде мына жерде белгіміз қатаң болғанда, бізде онда үлкен шешім 18 болатын еді. Бірақ бізде қатаң емес белгі болғандықтан қалай болады? 19-дің өзі дұрыс жауап болады. Ал балалар, жалғастырамыз. 33-ші есеп. Бұл бізде қандай? Модуль теңдеу. Балалар, біз бұл есепті әуелі түрін кішкене өзгертеміз. Санды санның қасына өткізіп жатырмын. Модуль 4х қосылған 1 тең, қосу болып өтеді. 15-ке 6-ны қосатын болсам, бізде қанша? 21. Енді 2-ге ажыратамыз. 4х қосылған 1 тең 21. 4х қосылған 1 тең минус 21. Модуль теңдеулерді есімізге түсірейік. Бірінші түрі ол оң санға тең болғанда, екінші түрі ол теріс, 0-ге тең болған деп жазайық, ал үшіншісіне теріс санға тең болған жағдай. Мына жағдайда шешім болмайды, модульден өткен теріс сан шықпайды деп айттым. Бұл жағдайда бізде бір ғана жауап болады, только один ответ. Ал мына жерде 2-ге ажыратып, x тең a, x тең минус a деп екі шешім аламыз. Балалар. Енді біздің теңдеуіміз бірінші түрде болғандықтан, осылай 2-ге ажыратып жасадық. Азайтсам 20 болады, x тең 5 болады. Балалар. Бірінші жауабымыз бізде 5, ал екіншісі 4х тең минус 21 минус 1. 4х тең минус 22, ал х тең минус 22-ні 4-ке бөлсем 5-те 5. Дұрыс жауап бізде А нұсқасы. Балалар, есепті тоқтатып жазып аламыз, ал біз одан кейінгі 34-ші есепке көшеміз, балалар. Так. Түсінбеген жеріміз болса, балалар, сұрақ дайындап келеміз. Сұрақтарыңызға сабақта жауап беретін боламыз. Ал келесі біздегі 34-ші есеп. Балалар, қараңыздар, астында бізде қандай? 3-тің бірінші дәрежесі, 3-тің екіншісі, 3-тің кубы, 3-тің төртіншісі, мына жерде не болу керек? 3-тің бесіншісі болу керек. Ал мына жақта төбеде 2-нің біріншісі, 2-нің квадраты, 2-нің кубы, 2-нің төртіншісі, және мына жерде 2-нің бесіншісі маған керек. 2-нің бесінші дәрежесі ол 32, 3-тің бесінші дәрежесі ол 243. Дұрыс жауап бізде қай нұсқа? А нұсқасы. Объясняю, ребята. В знаменателях у нас написано 3. Первый, второй, третий, четвертой степени. А нам спрашивают там, внизу у нас, какое неизвестно? 3 пятой степени. Наверху то же самое. Там 2 первой, второй, третьей, четвертой степени. Там неизвестно 2 в пятой степени. Это у нас вопрос на логику. Думаю, все справились, потому что
Не очень-то трудный пример. Так, жалғастырамыз балалар. Келесі 35-ші есеп. Бұл бізде мәселе, мәтіндік есеп, ұзындығы 900 метр болатын поезд бағананың жанынан 45 секундта. Бала, демек, мынау не бізде? S. 45 секундымыз әрине бізде T. Бұл жерден біз нені табуымызға болады? Жылдамдықта V-ны табуымызға болады. Демек, S бар, T бар, V-ны табу керекпіз, V-ны табу формуласы S бөлінген T. Яғни, поездың ұзындығын, поездың шығып өткен бағананың қасынан өткен секундына бөлеміз. Мынау метр бізде, мынау бізде 45 секунд. Екеуін қысқартсам 20 метр секунд. Жылдамдықты тауып алдық. Енді ұзындығы 500 метр туннельден бұл поезд неше секундта өтеді? Балалар, бұл жердегі туннельдің ұзындығы да бізде ол не болып тұр? Бізде ол S болып тұр. Енді бізде ескеретін нәрсеміз 900 метрге біз қосу керекпіз 500 метрді. Балалар, ол бізде не болады? 1400 метр. Өйткені поездың да ұзындығы бар, туннельдің де ұзындығы бар. Ал енді бізге туннельден қанша секундта өтеді деген ғой? T-ны табу үшін S-ті V-ға бөлеміз. Біздің тапқан жалпы S-іміз 1400. Ал V-мыз бағана тапқан 20 метр секунд. Метр. Метр қысқарып кетеді. 1420-ға бөлетін болсам, не болады? 70 секунд. Дұрыс жауап бізде С нұсқасы 70 секунд. 35-ші есептің жауабы бізде С. Ал, ребята, объясняю. Поезд длиной 900 метров пройдет рядом со стойкой за 45 секунд. Если известно расстояние и время, мы можем найти скорость. V – это скорость. S делим на T, получается 20 метров в секунду. Это у нас V – скорость. А затем говорится, этот поезд прошел через туннель, и у туннеля длина 500 метров. И у поезда есть своя скорость 900 метров, и у туннеля есть своя скорость 500 метров. Их прибавляем 1400 метров общее расстояние. Чтобы найти время, за какое время прошел через туннель, мы, конечно, расстояние делим на скорость. То есть 1400 делим на 20 на скорость. Получается 70 секунд. Правильный ответ у нас С. А мы продолжаем. Следующий, 28. Так, ребята, из 28,8 метров ткани можно шить 8 платьев. Пишем 28,8 метров ткани. Получается сколько платьев? 8 платьев. Из 21,6 метров ткани. Обращаем внимание, метр под метром, платье под платьем. Сколько платьев можно? А если сколько, уже что будет? X. Это у нас пропорция, ребята. Так, по свойству пропорцию мы можем 28,8 разделить на сколько? На 8. Мы их сокращаем, это получается 3,6. Здесь 1, крест на крест умножаем, x умножается 3,6 умноженное на 21,6. Крест на крест умножается. Что нам дает это произведение? Получается так, что-то не так пошло, да? А ну-ка, давайте заново. Сейчас, минуточку. Что-то я сегодня без концентрации сижу. Так. Қараймыз.
28,8 метр матаға 8 көйлек тігуге болады. Ал 21,6 метр матадан қанша көйлек тігуге болады? Я, балалар? Енді біз қайсымен қысқартсақ, жеңіл болады, есептеуге ыңғайлы болады. Пропорцияның қасиеттері бойынша не істейміз? Біз міндетті түрде қысқартамыз. Ал балалар, бізде 28 бен 2-нің арасы 3,6, 21,6 тоже арасы егер 3,6 болатын болса, бұл жерде біз кері пропорция бойынша жасаймыз. Қай жерде қателестік? 28-де 8 метр, 8 көйлек, 26-да 6 метр, ол қанша көйлек? Енді пропорцияның қасиеті бойынша не істейміз? Давайте асықпай жазайықшы қайтадан. 28,8 көбейту x тең, көбейту x тең 21,6 көбейту 8. Бұл жерден бізге не керек? X керек. 21,6 көбейту 8-іміз не болады? 172-де 8. Ол бөлінген 28-де 8. Так. Болады бізде қанша? 6 көйлек. Жаңа мен қай жерде қателестім? Қысқартқанда неге қате болды? Мейлі, если мен қатем тапсыңдар, астына комментарий жазып қойыңдар. Бізде енді дұрыс жауап қандай болды? 6 көйлек. Демек, 28-де 8 метрге 8 көйлек тігуге болады, 21-де 6 метрден 6 көйлек тігуге болады. Дұрыс жауап А. Ал жалғастырамыз, балалар. Келесі бізде теңдеуді шешу керекпіз. Теңдеуді шешеміз. Біздің жасайтын қателіктеріміздің бірі ол 7-ні көбейтіп қоямыз. Жоқ, 7-ні көбейтпейміз. Минусты көбейтеміз. Минусты көбейтсем, минус 3,1, минусқа минус плюс 0,1 x тең 3 минус 0,2 x. Ал енді жинақтаймыз. Так, мен x-ті мына жаққа өткізгім кеп тұр. Демек, не болады? 0,1 x қосылған 0,2 x тең 3. Бізде сандар қосылған 3,1 азайту 7. 0,1-ге 0,2-ні қоссам, ол не болады? 0,3 x болады. 6-1-ден азайтсам 7-ні, ол болады бізде 0,9 көбейту бөлген кезде болады бізде ол қаншаға? Мына жерде минуспен, өйткені мына жерде 6-1, нақты 7-ні үлкен санын таңбас қойып минус. Жауап минус 3. Дұрыс жауап бізде С нұсқасы минус 3. Әрі қарай жалғастырамыз. Так, у нас нам дано выражение. Мы должны найти значение выражения, а еще их сравнить. Так, а у нас в модуле написано минус 8, минус 3. Это будет у нас минус 11, но из модуля выходит сколько? 11. А равен 11. Теперь значение b находим. Так, минус 8 из модуля выходит 8. 8 минус 3 это будет 5. Теперь c. Из модуля выходит 3. Минус 3 минус 8 минус 3. Это нам дает минус 11. Самый наименьший у нас c. Потом больше этого b. Самый наибольший а.
либо наоборот, А больше Б, Б больше С. Какой вариант у нас здесь существует? У нас существует вариант вот это, С. С наименьший, Б середине, А самый наибольший. Модульден есептерді шығарып, мәнде жаздық, А тең 11-ге, Б тең 5-ге, С тең -11-ге. Және оларды салыстырдық. Балалар, есептің жауабы мына бірінші түрде де болуы мүмкін бізде, мынандай түрде де, және мынандай түрде. Екеуі бір нәрсе, екеуі де дұрыс жауап. Келесі бізде 39-шы есеп. Так, бұл бізде модуль теңдеу, бірақ әуелі бұның да түрін ықшамдап, қысқартып аламыз. Так, балалар, 5 пен 35-ті қысқартатын болсам, енді бізде бұл 35 емес, 3,7, бұл 3,5, бұл бізде болады 0,7. Я, балалар? Енді 0,7 мен екеуін қысқартатын болсам, мынау 1 болады, мынау -2. Мынау да әзірге -1. Бұл туралы ұмытпаймыз, таңбалары маңызды. -1-ге 2-ні көбейтем, болады ол 2. Мынау модульді 1-ге көбейтсем, өзі бойынша жазылады. Енді оң мәнге тең болғандықтан 2-ге ажыратып орындайтын боламын. 2х қосылған 3, енді бер жағында уже оның несі теріс мәні. 2х тең азайтамын, -1, х тең -0,5. Келесі 2х тең -5 болады, х тең 5-ті 2-ге бөлсем -2,5. Балалар, енді бізде варианттарда 2 жауап емес, 1 жауап екен. Шартқа мән бермеппіз. Шартта не депті? Түбірлерінің қосындысы. Бір түбіріміз -0,5 балалар. Екінші түбіріміз -2,5 балалар. Мына жер азайтылады, екеуі бір-біріне қосылады. -0,5 -2,5. Қарызбыз, екеуі қосылады. Минус бізде 3-ті береді. Дұрыс жауап біздегі -3. Есептің шартына мұқият мән беру керекпіз. Есепті тоқтатып, жазып аламыз балалар. Ары қарай жалғастырамыз. Соңғы есебіміз. Теңдеуді шешу керекпіз. Әуелі кішкене түрін өзімізге ыңғайлы етіп жасап аламыз. Аралас санды біз бұрыс бөлшек түрінде жазамыз. Минус қалады бізде. 8-дегі 7 ол бізде 56, 56 3-ті қоссақ ол 59. Балалар, астында 8. Ал одан кейін бөлу 5,9. Тең -80 бөлу 4х. 80-ді 4-ке бөлетін болсам, мынақта х-тің өзі қалады, мынақта қалады -20. Енді мынау бірінші қабат, мынау екінші қабат, үшінші, мынау төртінші. Естеріңізде болса, мен бірінші мен үшінші қабатты қысқарта алатын едім. Қысқарта алсам, мына жақта не қалады? Менде 10 қалады. Ал астында 1. Енді қалған нәрсені жазамыз. Мына жақта бізде -10 қалды. Ал мына жақта бізде -20 х қалды. Так. Бір тексеріп шығайық. -20. Балар. Так. Мына жерде түзейміз қазір. Так, мына жақта бізде қалды. 1/8. -10 бөлу 8. Мына жоғарыда, мына жерде балалар. Мына жерде. Ал асты 1 болып кетті, керек емес. Тең. Ал мына жақта бізде -20 жоғарыда, астында х. Екеуін қысқартам, минус плюс болады, 2 болады. Х тең 2-ні 8-ге көбейтсем 16 болады. Және жазып қойыпты, теңдеудің шешімін табыңыз, және оны 2 еселеңіз. 2 еселе деген тапқан х-іңді 2-ге көбейт деген сөз. Демек, мен тапқан 16-ды 2-ге көбейтсем болады 32. Міне 32.
Балалар, енді дәл осы есепті мен басынан шығарып көрсетем және орыс тілінде түсіндіретін боламын. Ал мұқият қарап отырамыз. Так, есептің шартын қараймыз, балалар. Так. Найдите решение уравнения и удвойте. Должны, значит, мы удвоить в конце ответ. Найденный x умножаем на 2. Ребята, я сейчас буду это писать в виде неправильной дроби. Так, пишем. Минус у нас умножается 59 восьмых, а внизу 5,9. 7 на 8 56 плюс 3 59. Думаю, всем понятно. Дальше пишем минус 80, внизу 4х. По свойству пропорцию могу сократить. Здесь останется минус 20. Здесь 59 и это сокращаем. Здесь останется 10. На 59 разделяю, ребята. Так, теперь то, что осталось, пишем. У нас внизу 1, ничего не осталось. Здесь у нас х остался. Наверху минус 10, деленное на 8, равно. Внизу это у нас 1, не пишем. А здесь у нас сколько? Наверху минус 20, внизу х. Да, ребята? Теперь по свойству пропорции сокращаем. Минус минус плюс будет. Это 2. Потом крест-накрест умножается. Х равняется 16, а потом я это х должна удвоить. Так, значит, 16 умноженное на 2, это будет 32. Правильный ответ 32. Вариант А. Ребята, на этом мы тест-разбор с вами закончили. Думаю, все было вам понятно. Если вопросы подготовьте, можете задавать мне. Тест был не очень-то трудным, хороший тест. Можно набрать максимальный балл. Балалар, тестіміздің талдауын бітірдік. Осымен сұрақтарыңыз болса дайындап келеміз, сұраймыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Есептердің барлығын жақсылап, мұқият, толық 2 реттен жазып аламыз. Балалар, біз сіздерді жақсы көреміз. Бұйыртса керемет нәтижелерге жетеміз деп ойлаймын. Ертең сабақта жолыққанша сау болыңдар, балалар.